Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниенің кетігін тап та бар қалан. Абай Құнанбайұлы. Бәрімізге белгілі ағартушы ақын Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына орай біз аудандық жастар ресурстық орталығы сіздермен бірге қала тұрғындарына Абайдың қара сөздерін тарататын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қайырлы күн. Қазір Абай Құнанбайұлының неше жылдық мерейтойы екенін білесіз бе? Саламатсыз ба? Абай Құнанбайұлының биыл 180 жыл. Тамаша. Олай болса, Абай Құнанбайұлының бір өлеңін оқып берсеңіз бізге. Тақпақ қылып оқып береміз ба? Ақ киімді денелі ақсақалды, соқыр мақал танымас тірлігі, үсті басы ақ қырау түсі суы басқан жері сықырлап кетіп қалды. Рахмет көп. Осы 180 жылдық мерейтойға орай біз сізге Абайдың қара сөзін табыс еткіміз келеді. Рахмет көп. Қайырлы күн. Суреттегі тұлғаны танисыз ба? Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаевтың шын есімі кім? Ибрахим. Абай Құнанбаев туралы тағы қандай ақпараттар білесіз? Ақын, жазушы, жаңа дінтанушы да болған. Қазір Абай Құнанбайұлының туылғаны 180 жылдық мерейтойы. Соған орай сізге Абай Құнанбаевтың қара сөзін табыс еткіміз келеді. Рахмет. Саламатсыз ба? Мына суреттегі тұлғаны танисыз ба? Абай Құнанбаев. Абай Құнанбайұлының әжесінің шын есімін білесіз бе? Әже. Абай Құнанбайұлы егер тірі болғанда биыл неше жасқа толатын еді? 183 жасы. 180 жыл. Рахмет. Осы 180 жылдық мерейтойға орай біз Абай Құнанбайұлының қара сөздерін таратып жатырмыз. Сізге көп рахмет. Рахмет сіздерге. Қайырлы күн. Абай Құнанбайұлы туралы сіз не білесіз? Абай Құнанбайұлы ақын, ағартушы, дінтанушы деп білемін. Абай Құнанбайұлының әжесінің шын есімін білесіз бе? Әжесінің шын есімі Зере. Абай Құнанбайұлының неше қара сөзі бар? Абай Құнанбайұлының 45 қара сөзі бар. Жақсы, рахмет. Сол үшін сізге Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына орай қара сөздерін табыс еткіміз келеді. Рахмет. Қазір қандай мереке келе жатқан, мерейтой келе жатқан білесіз бе? Абайдың 185 жылдығы. 180 жылдығы. Енді білетін болсаңыз, Абайдың бір өлеңін оқып жіберсеңіз. Күз деген өлең. Суық түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Күннің тойғанымды, тоңғанымды, жұлқынып бие қашқан тай жарысқан. Көп рахмет. Осы Абайдың 180 жылдық мерейтойына орай сізге Абай Құнанбайұлының қара сөзін табыс еткіміз келеді. Рахмет. Қайырлы күн. Сіз Абай Құнанбайұлы туралы білесіз бе? Абай Құнанбайұлының анасының шын есімі кім? Ұлжан. Рахмет. Абай Құнанбайұлы тірі болғанда биыл неше жасқа толар еді? 180. Биыл Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойы. Соған орай сізге жауап берген үшін осы қара сөзін табыс еткім келеді. Рахмет. Саламатсыз ба? Биыл Абай Құнанбайұлының неше жылдық мерейтойы екенін білесіз бе? Биыл Абай Құнанбаевтың 180 жылдығы. Абай Құнанбаевтың неше қара сөзі бар? 45 қара сөзі бар. Ал өлеңдерінен бір өлеңін оқып бере аласыз ба? Өлеңдерінен әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң бар қалан, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан. Рахмет көп. Осы Абай Құнанбаевтың 180 жылдығына орай сізге Абайдың қара сөздерін табыс еткіміз келеді. Рахмет сізге де. Рахмет көп. Сізге де рахмет.